Қалдарыңыз қалай? Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Телефоныңызды дыбыссыз неге қойдыңыз ба? Режимге? Молодец. Жарайды, кіріңіз. Жарайсыз. Сәлеметсіз ба? Көңіл күйіңіз қалай? Бахила кидіңіз ба? Молодец. Жарайсыз. Сабақ басталмас бұрын біз екі топқа бөлінейік. Екі топқа бірінші топ көмек топ болып аталады. Қошқаршыны таңдаңыздар. Екінші топ күтім тобы болып аталады. Қошқаршыны таңдаңыздар. Қошқаршыға мен бағалау парағын беремін. Ұстаңыздар. Бағалау парақтарына аттарыңызды жазыңыздар. Және сол жерге қалай жауаптарына қарай бағалайсыз. Смайлик бойынша смайликтерімізді диаграмма әдісі бойынша өткен тақырыпты пысықтайық, білім алушылар. Қай жаққа қоясыз? Ауру түрлері екеуінде де бар, бізде ұқсастыққа қоямыз. Бірақ олар бізде мысалға тыныс алу жүйесінде бізде өкпе, бронх, кемірдек рагы болады. Ал бізде ас қорыту жүйесінде Келесі сұрақ шығамыз. Ал шығыңыздар. келесі бізде аурулар себептері не пайда болатындары бізде ұқсас болып келеді. Себебі бізде ол жерде генетикалық тұрғыда және 90% шылым шегуден бізде ол тыныс алудан. Ал ас қорыту жүйесіне келетін болса, оның бәрі бізде зиянды заттарды қолданғаннан екеуі ұқсас. Сұрақтарда қайсына дайынсыз? Бізде тыныс алудың белгілері жалпы және негізгі болып бөлінеді. Бізде жалпы белгілеріне жалпы әлсіздік, тәбеттің төмендеуі, тәбеттің жоғалуы, немесе тәбеттің болмауы, температураның көтерілулер болуы мүмкін. Ал негізгі белгілеріне созылмалы құрақ жөтел, кеудедегі ауырсыну пайда болады. Сосын стриндер пайда болады, яғни бүйірді ұстаған кезде адамда діріл пайда болады. Стридер деп айтады. Енді қараңыздар, айырмашылығына басқа топ күтім қараңыздар. Бұл жерде бізде не кетіп қалды? Қайсымен бұл жерде ұқсастығы бір нені табыңыздар? Ұқсастығы. Жалпы белгілерін саламыз. Дұрыс айтасыздар. Жалпы белгілерін тағы да атап өтсеңіз. Температураның болуы, жалпы әлсіздік, шаршағыштық, сосын тәбеттің болмауы немесе төмендеуі, депрессия, адамда стресс пайда болуы. Оның барлық осы атап өткен белгілері жаңағы нақты онкологиялық ауруларында кездеседі, жалпы белгілер. Кахексия дегеніміз не? Адам қатты кету. Рахмет. Көмек тобынан қосатындарыңыз бар ма? Түрлері? Түрлерін білмейсіздер ме? Ауру түрлері Жалпы білеміз ғой, Бізде асқазан ауруларының түрлері бізде өңеш, ұйқы безі, асқазан және де ішек обырлары бар. Диагностика бізде екеуін тыныс алу жүйесінде де және ас қорыту жүйесінде де екеуінде де диагностика жасап болжамды қояды. Бізде ас қорыту жүйесінің диагностикасы асқазан жүйесінен бізде УЗИ түсіреміз, қан, зәр, нәжіс тапсырамыз, одан кейін ФГДС түсіретін боламыз. Бізде тыныс алудың диагностикасы қан, зәр анализі, өмір анамнезі, яғни анамнез вита және анамнез морд болып табылады. Ал ең негізгі диагностикасының бірі ол бізде атипті жасушаға қақырғалы болып табылады. Оның негізгі мақсаты бізде қатерлі ісіктерді ертерек анықтау. Оның негізгі көрсетімдері тыныс алу жолдарының ауруларында және ісіктерге қауіп тудырған күдік болған жағдайда алынады. Ол үшін үш рет терең дем алыңыз және дем шығарыңыз. Контейнерді ашып, ерінің астына жанастырмай,
қатты жөтеліп қақырық шығаруды сұраймын. Енді біз контейнерді алып, оны гипсқа салып, бір сағат ішінде лабораторияға жіберетін боламыз. Телеграм парақшасына тез кіреміз. Балалар, телефондарыңды алыңдар. Сіз жерде үй тапсырмасына байланысты 10 сұрақтан тұратын бүгінгі тақырыпқа байланысты сұрақтарға жауап беріңіздер. Ссылкасын сіздерге жібердім. Тез жауап береміз. Шығасыздар, иә? Енді жаңа тақырыпқа көшпес бұрын біз енді сергіту сәтін өткізіп жіберейік, балалар. Сергіту сәтінде қол жуу әдісін қайталап жіберіңіздер. Қай бұйрық бойынша? Рахмет, аға. Енді қайталаңыздар. Антисептик қалдықтарыңыздар, қастарыңыздар. Жасаймыз, тұрыңыз. Білім алушылар, енді жаңа тақырыпқа көшпес бұрын біз галерея саяхат жасайық. Бәріміз суреттерді көріп тұрсыздар. Бүгінгі тақырыппен байланысты қандай тақырып бұл жерде жасырынып тұрған? Кім айтады? Зәр жыныс мүшелерінің онкологиялық аурулары. Дұрыс айтасыздар. Бұл бүгінгі тақырып зәр жүйесін аламыз. Тағы кім қосады? Несімен таныс сіздерге? Және науқастарға паллиативті көмек күтім көрсету. Және де пунктті кетірілу. Дұрыс айтасыздар. Рахмет. Жаңа монитордан көріп тұрғандай бүгінгі тақырып өздеріңізге белгілі зәр шығару жүйесінің онкопатологиясын алдық. Сөз жердегі енді жаңағы бізде паллиативтік көмек және күтім. Ал келесі, біз енді бұл жерден атауларын түрлерін айтып кетсек, бүйрек қатерлі ісіктері және қуық қатерлі ісігі жиі кездеседі. Келесі бізде ол карцинома деп таныс қой сіздерге, қай тіндерден пайда болған, қай жасушалардан пайда болған? Эпителий. Дұрыс айтасыздар. Хорошо. Келесі бізде білесіздер, қауіп факторларын атап өтсеңіздер, білеміз ба, қайталап өтсеңіздер, қауіп факторлар қандай болуы мүмкін бұл жерде? Генетикалық фактор, әсер етуі мүмкін, зиянды әдеттер, созылмалы аурулары, артық салмақ төмендеуі мүмкін. Рахмет. Келесі, енді негізгі сіздер білу керексіздер, мұнерде белгілермен, басқа аурулармен шатастырып алмау үшін. Жалпы белгілерін сіздерге таныс. Шалқар, қандай жалпы белгілері? Жалпы белгілері бел аймағы ауырсыну болады. Жалпы белгілері. Жалпы белгілері бізде әлсіздік, шаршағыштық, температураның көтерілуі, яғни субфебрильді 37-38 градусқа температура көтерілуі және анемия. Анемия, тағы да немен қосасыздар? Кахексия бар. Кахексия бар, дұрыс айтасыздар. Тәбеттің төмендеуі де бар. Бірақ мен жалпы дегеніміз ағзаның жаңағы осы қатерлі реакциясы. Хорошо. Келесі, бізден нақты белгілерін атап өтіп кетейік. Нақты белгілеріне төмен түсіп беріңіз. Ол нақты белгілері гематоурия. Бәріңізге белгілі болғандай, жаңағы жыныс жүйесінде де, ас қорыту жүйесінде де ең алғашқы қатерлі ісіктің белгілері ол қан кетулер болуы мүмкін. Бұл жерде де қан кету гематоурия. Гематоурия дегеніміз зәрде қан аралас болуы. Дұрыс. Шығуы. Келесі, дизуриялар дегеніміз не? Дизуриялар дегеніміз бұл бізде, яғни зардың, оларға бізде полиурия, анурия, сосын Полакиурия, странкурия, ишурия. Не ол ишурия дегеніміз? Қандай термин?
зәрдің кідіріп қалуы. Түсінікті ғой, иә? Отырамыз. Енді негізгі бұл жерде дифуриялық бұзылыстар ол жаңағы зәрдің еріксіз бөлінуі, зәр бар атауларымен ұқсайды, иә? Және бұл жерде бірінші науқас келгенде біз шағымдарына қарай, иә, шағымдарын жинаймыз. Ал енді балаларына QR мен осы видео іс-әрекеттеріне көрсеңіздер болады. Көрсеңіз. Салыстандырған дәке тампондарын алып, бөлме температурасындағы фурацилинді құйып аламыз. Кіші ернеуін ашып, зәр шығаратын түтікке 10 секундтай ұстап тұрамыз. Қауіпсіз жоюға арналған контейнерге тастаймыз. Енді кезекте бұл лотокты зарарсыздандырған ерітіндісі бар контейнерге тастаймыз. Енді кезекте бір реттік қолданатын катетерімізді аламыз. Оған базилин майын құямыз. Түтікке 6-7 сантиметр енгіземіз. Зәрдің азаюына мән беріп, қасаға аймағын басамыз. Себебі зәрдің қалдығы мен табиғи жолмен шайып шығару. Бұны қауіпсіз жоюға арналған контейнерге тастаймыз. Құрметті білім алушылар, бүгінгі тақырыбымызға байланысты мен сіздерге цистостомаға күтім жасау алгоритмін көрсетемін. Мақсаты цистостомаға күтім жасау және катетерді ауыстыру. Дайындаңыз. Теріні стоманың айналасын өңдедік. Қауіпсіз жоюға арналған контейнерге саламыз. Цистостома тесін біз залалсыздандырылған дәке тампондарымен бір реттік зәр жинағыш алып қауіпсіз жоюға арналған контейнерге тастаймыз. Сұрақтарымызды қорытындылай отыра сіздердің бағаларыңызды тест сұрақтармен бағалайын. Он сұрақ сіздер уже ол таныс, жаңа өттік біз ол әдісті. Және сіздерге қойылған сұрақтарға жауап бердіңіздер. Бүгін белсенді қатыстыңыздар. Ол да бағаланады. Ал тез жауап берейік, телефондарыңызды алыңыздар. Басталды. Енді цистостома тақырыбы қиын болды.